Тамақ ішіп отырған әйел қолына кенеттен өткір тікендер шығып жатқанын көріп үрейге бой алдырады. Тесіп өткен ауырсыну шыдамсыз болады. Дегенмен бұл әлі ең жаманы емес еді. Келесі секундта тікендер оның көздерінен де шыға бастайды. Азапта ауруға шыдай отырып, әйел тікендерді суырып алады да қызының қолын қатты ұстайды, алайда кездейсоқ сол тікендер қызының қолын тіліп кетеді. Мұны көрген әке қызын Юлиді дереу бөлмесіне апарып сыртқа шықпауын қатаң ескертеді және анасына күтім жасап болған соң ораламын деп уәде береді. Бірақ әке сыртқа шыққаннан кейін бірнеше минут өткенде сырттан қатты күрес дыбыстары шығады, одан кейін әкенің азапты айқайлары естіледі. Ол ата-анасына шұғыл шақырады, бірақ еш жауап алмайды. Келесі секундта есікке үлкен тесік тесіліп бөлме қараңғылыққа бөленеді. Сыртта бәрі кенет өлім тыныштығына енеді. Сондықтан Юли абайлап жақындап тексеруге барады. Ол есіктегі тесіктен сыртқа қарайды, бірақ келесі секундта көретін таңғаларлық көрініске дайын болмайды. Көп ұзамай полиция оқиға орнына келеді, есінен айырылған Юлиді оятады. Ол қонақ бөлмеге кіргенде ата-анасының қан көлінде жатқанын көріп үрейленеді. Екі ата-анасын бір мезгілде жоғалтқан ауыртпалықты қабылдай алмай, Юли қатты жылай бастайды. Сол кезде Әмбар атты әйел кіріп келеді, ол марқұмның екінші әйелімін деп мәлімдейді. Жылап отырған Юлиді көрген соң ол қызды үйіне алып барып тәрбиелеуді шешеді. 20 жыл өткен соң Юли ересек болып өседі, бірақ оның өмірі бақытты емес. Оны қызметші ретінде қарайды, Әмбардың отбасына тамақ пісіріп қана қоймай, сал болып жатқан Әмбарға да күтім жасайды. Әмбар Юлиді сол кезде тек жазалау үшін алып келген сияқты, өйткені Юлидің анасы оның күйеуін тартып алған еді. Түн болады, Әмбардың ұлы Дин жалыққаннан рух тақтасымен ойнауды бастайды. Сиқырды оқып болғаннан кейін жатым бөлменің есігі өздігінен ашылады. Дин есікке қарап қозғалудан қорқып тұрады, бірақ ол Юли екенін көргенде жеңіл дем алады. Юли Әмбарға күтім жасауға келген, бірақ әйел өлім алдында. Өлім төсегінде де Әмбар Юлиге қатты сөздер айтады, оны құнсыз деп атайды. Сөйлеген соң бір уыс қан түкіріп қызы Лаураның құшағында өледі. Көп ұзамай отбасы Әмбарға жерлеу рәсімін өткізеді. Жерлеу алдында туыстар кезекпен мәйітті сүйіп қоштасады, бірақ Юлидің кезегі келгенде қорқынышты жағдай болады. Юли таза үреймен айқайлап жібереді, бұл көрермендерді таң қалдырады. Юли анасын құрметтемейді деп ойлаған Лаура алға шығып Юлидің бетіне тартып жібереді. Олар жартылай қарындас болғанымен Лаура Юлиге ешқашан мейірімді болмаған. Юли осы үйге келгелі бала кезінен Әмбардан қорлық көрген. Дегенмен өлген адамға құрметпен Юли дауласпайды және Лаураның зұлым сөздерін үнсіз көтереді. Көп ұзамай топ Әмбарды жерлейді. Юли өмірі біртіндеп жөнделеді деп үміттенеді, бірақ ол бір тұңғиықтан екіншісіне құлай береді. Лаураның отбасының азық-түлік дүкені бар, онда Юли жиі көмектеседі. Бір күні ол қызметкер Яноның тұтынушыдан ақша ұрлап жатқанын ұстайды. Юли дереу ақшаны қайтарып алады да бұл ақша Лаураға берілуі керек деп айтады. Алайда Лаура бұл көріністі көріп, Юли ақша ұрламақшы болды деп ойлайды. Ол Юлиді айыптай бастайды, түсіндіруге мүмкіндік бермей, тіпті Юлидің анасын қарғап соққыға жығады. Бұл шыдамның соңғы шегі болады. Юли бұл отбасының қорлығына енді шыдамайтынын шешеді және Яноның көмегін сұрайды. Ол Яноға өзіңді алып шалғай таулы ауылға күшті шаман табуға барады. Юли Лаура отбасының суреттерін ұсынады, шаман дереу лағынетті бастайды. Шаман мұндай қара магия түрі тілегін орындай алатынын, бірақ өте қауіпті екенін түсіндіреді. Рәсімге 40 күннен аспаған жаңа мәйіт қажет және ол мәйіт сол отбасының болса, ең жақсы жұмыс істейді. Сондықтан Юли Яноға Әмбардың мәйітін қазып алып құлаған үйге тасуын өтінеді. Шаман келетте Яноға сыртта күттеп өзімен Юли рәсімді бастайды. Алдымен Юли қара тауық сойып қанын ыдысқа жинайды. Ол тауық қанын сиырдың басына құяды, жұмыртқа сындырады және ақырында аты жазылған қағазды жіппен байлайды. Дереу шаман мен Юли бірге заклинание оқиды. Әмбар мәйіті аузын ашады, бір скалопендра шығады. Юли қағазды мәйіттің аузына лақтырады, рәсім сәтті аяқталады. Шаман Юлиге бәрі мәйіт шіріп кеткенге дейін аяқталуы керек, басталған рәсімді үзуге болмайды, әйтпесе қара магияның кері соққысы болады деп ескертеді. Осы уақытта Лаураның қызы Тига дұға оқып отыр, үйіне елес от шартылдап кіргенін білмейді. Келесі секундта отбасылық портрет қабырғадан құлап түседі.
Дыбысты естіген Тига төмен түсіп тексереді, бірақ сынған шыныға басып кетеді. Жарасын емдемек болғанда әжесінің бөлмесінде қозғалыс сезеді. Есікті ашса бос екен. Кері бұрылғанда төсектегі жуғыш ыдыс құлап түседі. Шатасып тұрып Тига оны алмақ болады, бірақ келесі секундта қорқынышты көрініс болады. Үрейленген Тига қашып Юлиге соғылады. Ол Юлиге көргенін айтады. Юли оны тез жұбатады, мүмкін елес шығар деп бөлмесіне барып ұйықта деп кеңес береді. Алайда Тига кеткен соң Юли жымыңдап зұлым күлімсірейді. Қара магиясы әсер ете бастағаны анық. Келесі күні Тига Лаураға өткен түнгі оқиғаларды айтады, сурет бекер құламағанын, жаман сезім барын айтады. Кенет Дин сөйлеп, әже рухы болуы мүмкін, кеше рух тақтасы жауап берген деп ұсынады. Мұны естіген Тига арқасынан суық өтіп кетеді. Түнде бәріміз әже үшін дұға оқиық деп ұсынады. Түн келеді, отбасы бірге ән бар үшін дұға оқиды. Лаура алаңдаулы үнемі қабырғадағы отбасылық портретке қарап тұрады. Көзі бұлыңғырланғанда келесі секундта қорқынышты елес пайда болады. Бақытымызға орай ол тек елес, бірақ Тиганы шайқалтады, ол қорқып Лаураның қолына жармасады. Осы кезде Дин жалғыз рух тақтасымен ойнайды тағы. Әже әлі бар ма деп сұрайды, күтпегенде тақта иә деп жауап береді. Дәл осы сәтте Юли Диннің атын байлап мәйітке салып жатыр. Дин әжесінен хабар алады, әр әріпті тіркеп планшет өтеді. Сөйлемді құрастырғанда шошып кетеді. Кенет құрт құлағына ұшып кіреді. Басы шыдамсыз ауырып отбасы мүшелерінің атын айқайлайды. Дұға сессиясы аяқталған Тига алдымен айқайды естиді. Бауырының есігін қағады, бірақ Дин бақылаудан шыққан еденнен рух тақтасын алып жатыр. Ешкім есік ашпаған соң Тига кіріп келеді. Дин тақтаны өз басына ұрып жатқанын көреді. Тига әрекет ете алмай тұрғанда бетіне қан шашырайды. Ата-анасы келгенде кеш болады, Дин бұл дүниеден мәңгі кеткен. Яна есіктен куәгер болады. Не болып жатқанын біледі, бірақ оларға айтпайды. Көп ұзамай отбасы Динге жерлеу рәсімін өткізеді. Содан соң Яна Юлиді табады. Бұл оның ісі екенін біліп онымен сөйлесіп, бала кінәсіз, ол сенің жиенің ғой деп көндірмек болады. Бірақ Юли ақылынан толық айырылған. Яна Юлидің қиындықтарын көргендіктен көмектескісі келген, мұндай қатал кек алатынын елестетпеген. Алайда Юли Яноға сен бәріне куә болдың, сондықтан кінәлісің деп ескертеді. Яна сөзсіз қалады. Диннің өлімі Тиганы кінә сезіміне бөлейді. Ол Абуға жылайды, отбасына зұлымдық нысана болған болуы мүмкін дейді. Абу Тиганы жұбатады, намаздарын ұмытпа, Алладан шын жүрекпен қорғауды сұра деп ескертеді. Үйге оралған Тига Абу нұсқауларын орындайды, отбасыңды қорғау үмітімен. Келесі күні Лаура күйеуі Рудимен ұрсады. Ұлдарын жоғалтқан ауыртпалық екеуіне де ауыр, бірақ Лаура үйде дұға оқудың орнына дүкенге жұмыс істеуге құмар. Бұл Рудиді өте ашуландырады, алайда үйде сөзі өтпейтіндіктен Лаураны дүкенге еріп барады. Жанында тұрып Юли жеңісті күлімсірейді. Дүкенде Руди бір нәрсені сындырып алады да Лаурадан қатты сөз естиді. Мұны көрген Юли дереу жоспар құрады. Ол Рудидің жарасын мейірімді байлайды, мен тазалаймын дейді. Бірақ Руди кеткен соң әдейі 2 бөтелке сусынды еденге ұрып сындырады. Дыбысты естіп Лаура жүгіріп келеді. Юли сындырғанын білген соң оны қарғай бастайды. Жақыннан естіген Руди Юлиді қорғап ара түседі. Тағы ұрыс басталғанын көрген Юли қанағаттанған күлімсірейді. Үйге келгенде Юли тағы бастама көтереді. Рудидің осал күйін пайдаланып оны азғыра бастайды. Руди төтеп бере алмай ақырында Юлидің бөлмесіне ереді. Істен кейін Руди қатесін түсініп бөлмеден шығады да жаңа оралған Тигамен соқтығысады. Тига шашылаған Юлиді көріп таң қалады. Руди Тигадан Лаураға айтпауын өтінеді, кейін бәрін түсіндіремін деп уәде береді. Сол түні Юли сыртқа шығып Рудидің атын жіппен байлап мәйітке салады. Осы кезде дұға оқу отырған Абу бөлмесінде түсініксіз жел соққанын байқайды да біреу қара магия жасап жатқанын түсінеді. Көп ұзамай үйде жатқан Руди өзін жат сезінеді. Тамағында бірдеңе барын сезіп жуынатын бөлмеге жүгіреді. Дереу қан көлін құсады, содан кейін көзіне құрт ұшып кіреді, терісінің астында жүгіріп ақырында көз алмасынан шығып кетеді. Дыбысты естіп Лаура тексеруге келеді. Лаура кіргенде Руди тірі емес еді.
Көп ұзамай бәрі оған дұға рәсімін өткізеді, бірақ сол сәтте Тига басқа әлемге өтіп түсініксіз атмосфера тітіркендіреді. Көзін ашқанда үйінде екенін көреді, бірақ келесі секундта таң қалады. Тиганың айқайы Абуды оятады, ол не болғанын сұрайды, бірақ ол үрейден сөйлей алмайды. Лаура Тиганы бөлмесіне апарады. Тига анасына отбасына міндетті түрде лағнет салынғанын айтады, бірақ Лаура жай ғана апат деп табады. Келесі күні Лаура 5 адамдық отбасы портретіне қарайды, енді тек өзі мен Тига қалған, жүрегі ауырады. Кенет есік өздігінен ашылады. Қызыққан Лаура кіреді де Рудидің курткасын көріп шошып кетеді. Не болғанын бірден түсініп, ол ашуланып соққы бермек болады, күтпегенде Юли қарсы шығып Лаураны өзі тартып жібереді. Бұл Лаураны өте таң қалдырады. 10 жылдан астам уақыт бойы Юли әрқашан бағынып келген, енді күйеуін азғыруға дейін барған. Екі әйел төбелеседі. Лаура ашуланып Юлиді үйден қуып шығады. Сол түні Юли Яноның Тигамен сөйлесіп тұрғанын көріп, Яно сатқындық жасады деп күдіктенеді. Тига кеткен соң онымен бетпе-бет келіп, Яно ештеңе айтпадым дейді, бірақ Юли сенбейді. Болашақ қауіпті жою үшін Юли Яноның атын байлап бұрынғы әдіспен қағазды мәйітке салады. Яно тазалауда аяқтап жұмыстан шығуға дайын. Ол темір есікті төмен түсіріп құлыптайды, бірақ бұрылғанда темір есік өздігінен ашылады. Яно тағы төмен түсіріп кілтпен құлыптайды, тіпті тартып көріп сенімді етеді, содан кейін кетпек болады, бірақ темір есік тағы автоматты түрде ашылады. Яно ішке кіріп тексереді, күтпегенде темір есік өздігінен құлыпталып қалады. Қанша тырысса да аша алмайды. Кенет артынан түсініксіз дыбыстар шығады. Абайлап бұрылса, Яноның беті сүліктерге толып кетеді. Ол қашпақ болады, бірақ темір есік қозғалмайды. Ақырында бар күшін салып аз ғана саңлау ашады. Яно жатып баяу шығуға тырысады. Тек басы ғана шығып қалғанда темір есік кенет көтеріліп құлап түседі. Келесі күні Лаура дүкенге келгенде ауыл тұрғындарының тобын көреді. Жақындап барса, Яноның қорқынышты өлімге ұшырағанын табады. Лаура жерге құлайды, ал Юли жанында тыныш тұрады. Содан кейін ол Лаураны нысанаға алады. Ашуланып Лаураның атын жазған қағазды байлап мәйітке тығады. Осы кезде Тига үйде төсегінде отырып отбасы суретіне қайғылы қарайды. Кенет сурет астынан құрттар түседі. Жоғары қараса төбе шіріп жатыр, келесі секундта құлап түседі. Бақытымызға орай ол үлгеріп қашып құтылады. Жарықтар кенет сөнеді. Тига тез қолшам тауып қорқып Лаура бөлмесіне бет алады. Анасының бөлмесіне кіріп бәрін ретсіз көреді. Қолшамды төсек астына түсіргенде қол созылады. Тига дереу Құраннан аяттар оқиды, бірақ әсері болмайды. Амалсыздан қашып өз бөлмесінің шкафына тығылып Абуға шұғыл қоңырау шалады. Осы кезде Лаура кіріп келеді. Ол Тиганы іздеп барлық жерді қарайды, Тига шкафта тыныс алмай жасырынады. Көп ұзамай сырт тыныш болады. Тига саңлаудан қарап Лаура кеткенін көреді, баяу шкаф есігін ашады, бірақ шықпақ болғанда шашынан ұстап алады. Тига күресіп босап сыртқа қашады, бірақ тез Лаура ұстап алады. Маңызды сәтте Абу уақытында келіп Тиганы апаттан құтқарады. Топ Лаураны Абу үйіне апарады. Жолда Тига күдікті фигураны көріп тыныш соңынан ереді, ақырында ол құлаған үйге апарады. Есікті абайлап ашып кіреді, шіріген ет иісі соғады. Ішке қарай жүргенде әжесінің мәйіті жатқанын көріп үрейленеді. Осы кезде Юли жасырынбай бар шындықты айтады. Тига Юлидің отбасына неге сонша өшпенділігі барын түсінбейді. Юли жылдар бұрынғы құпияны ашады. Ата-анасының кездейсоқ өлімі толық әмбардың оларға лағнет салғаны үшін болған екен. Тига сенбейді. Ол Юлиді тоқтатуға көндірмек болады, бірақ пайдасыз. Юли зұлымдыққа толық беріліп кеткен. Анасы үлкен қауіпті екенін түсініп, Тига дереу оның жанына қайтады. Абу Лаура үшін дұға оқып барлығын басқарып тұрады. Қатты рухани күрестен кейін Лаура есінен танады. Юли соңғы рәсімді аяқтамақ болады. Тиганы жойса рәсім толық болады, және кері соққы болмайды. Алайда бәрі ойдағыдай болмайды. Лаура күшті Абуды жеңе алмайды. Расында Юли тез әсерге ұшырайды. Ол жүрек айну толқындарын сезеді, денесі өздігінен зиян келтіруге қозғалады, және ақырында рәсім ішінде қорқынышты өліммен өледі.
Үйде Лаура 2 скалопендра құсады, зұлым рух денесінен шыққанын білдіреді, бірақ ауыр жарақаттарынан өкінішке орай өледі. Бір кездері толық отбасы, енді Тигадан басқа ешкімсіз қалады. Отбасының қабірлері алдында тұрып ол Алладан бәрін көтеруге күш беруін тілеп дұға етеді. Бүгінгі бейне осымен аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Келесі бейнеде кездескенше